Жаңбыр баяу жауып тұрды. Қала көшелері жылтырап, шамдардың жарығы су бетіне шашылып жатқандай көрінеді. Адамдар асығыс. Әркім өз әлемінде. Ал аяулым жай ғана жүріп келе жатты. Қолында кофе. Жүрегінде бос орын. Соңғы бір жылда ол ешкімді жақындатпады. Себебі біреу кетіп қалған еді. Кенеттен түсіндірмей, жауапсыз. Содан бері ол бір нәрсені анық түсінді. Жақсы көрсең де бәрі қалағаныңдай болмайды. Ол жол жиегіндегі орындыққа отырып кофеден бір ұрттады. Жылы дәм, бірақ жүрегін жылытпады. Сол сәтте біреу қасына келіп отырды. «Бос па?» деді бейтаныс жігіт. Аяулым басын изеді. Даусында шаршау бар еді. «Отырыңыз». Екеуі біраз уақыт үнсіз отырды. Тек жаңбырдың дыбысы. Тек тыныштық. «Сіз де біреуді күтіп отырсыз ба?» деді жігіт кенет. Аяулым сәл жымиып. «Жоқ, күтуді қойғалы қашан». Жігіт оған қарап терең бір ойға кеткендей болды. Қызық адамдар көбіне күтпеймін дейді де, іштей бәрібір күтеді. Аяулым бұл сөзге жауап бермеді. Бірақ жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Себебі бұл сөзді бұрын да біреу айтқан еді. Дәл осылай. Дәл осы дауыспен. Ол баяу басын көтеріп жігітке қарады. Жүрегі қатты соғып кетті. «Біз бұрын кездестік пе?» деді ол сыбырлап. Жігіт күлімсіреді. Бірақ оның көзі таныс еді. Өте таныс. «Мүмкін» деді ол жай ғана. Кейбір кездесулер кездейсоқ болмайды. Жаңбыр күшейді. Ал аяулымның өткен өмірі қайта оралғандай болды. Жаңбыр тоқтар емес. Аяулым жігіттің көзіне қайта-қайта қарап отыр. Ішінде бір сезім бар, қорқыныш па, әлде үміт пе, өзі де түсінбейді. «Сізді бір жерден көрген сияқтымын» деді ол ақырын. Жігіт асықпай жауап берді. «Мүмкін көрген шығарсыз». Бұл жауап тым жеңіл еді. Тым қарапайым. Ал аяулымның ішіндегі сезім ондай қарапайым емес. Ол кенет есіне түсіргендей болды. Сол күз. Сол саябақ. Сол уәде. «Сен» деді ол даусы дірілдеп. «Жоқ, мүмкін емес». Жігіт сәл жымиып көзін басқа жаққа бұрды. Кейде мүмкін емес нәрселер ең шынайы болады. Аяулымның жүрегі одан сайын жиі соқты. «Неге кетіп қалдың?» деді ол күтпеген жерден. Бұл сұрақ өзі үшін де тосын еді. Жігіт үндемеді. Жаңбырдың тамшылары олардың арасындағы үнсіздікті толтырды. «Жауап бермейсің бе?» деді аяулым бұл жолы қаттырақ. Жігіт терең дем алды. «Егер мен айтсам, сен бәрін бұрынғыдай қабылдай алмайсың». «Онсыз да қабылдай алмай жүрмін», деді аяулым. Оның көзіне жас тола бастады. Бір жыл бойы жиналған сұрақтар, өкпе, сағыныш, бәрі осы сәтте сыртқа шыққысы келді. Жігіт оған тік қарап. «Мен кетпедім, аяулым» деді жай ғана. «Мен жоғалдым». Бұл сөз бәрін одан сайын күрделендірді. «Бұл қалай түсінемін?» деді ол абдырап. Жігіт жауап бермеді. Оның орнына қалтасынан бір кішкентай қағаз шығарды. Ескі, сәл бүктелген. «Сен мұны танып тұрсың ба?» деді. Аяулым қағазды қолына алды. Жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бұл оның өз жазуы еді. Бір жыл бұрын жазылған. Сол күні. Сол қоштасу алдында. «Егер бір күні жоғалып кетсең, мен сені бәрібір табам». Аяулымның қолы дірілдеп кетті. «Бұл сенде қайдан жүр?» Жігіт жай ғана күлімсіреді. Бірақ бұл жолы оның күлкісінде мұң бар еді. «Өйткені сен мені шынымен іздедің». Ол орнынан тұрды. «Бірақ бәрін білуге әлі ерте». «Тоқта», деді аяулым, «сен қайтадан кетпейсің ғой». Жігіт бір сәтке тоқтады. «Артқа бұрылмай. Бұл жолы бәрі сенің таңдауыңа байланысты». Және ол жаңбырдың ішіне сіңіп кетті. Аяулым орнында қатып қалды. Қолында өткеннің дәлелі. Жүрегінде жаңа сұрақ. «Ол кім? Және мен нені таңдауға тиісмін?» Жаңбыр әлдеқашан тоқтаған. Бірақ аяулымның ішінде басталған дауыл әлі басылар емес. Ол әлі де сол орындықта отыр. Қолында ескі қағаз. Саусақтары дірілдейді. «Егер бір күні жоғалып кетсең, мен сені бәрібір табам».
Мен шынымен іздедім бе? Деді ол өз-өзіне сыбырлап. Жауабы иә. Бірақ ол іздеуді қашан тоқтатты? Бір айдан кейін бе? Әлде үміті үзілген күні ме? Аяулым орнынан тұрып, тез-тез жүре бастады. Жүрегі бір нәрсені анық түсінді. Бұл жай кездесу емес. Ол жігітті табу керек. Қайтадан. Бұл жолы соңына дейін. Үйге кірген бойда ол шкафты ашып, ескі қорапты шығарды. Шаң басқан. Бірақ ішінде ең тірі естеліктер. Суреттер. Хаттар. Бірге түскен видеолар сақталған флешка. Ол бәрін үстелге жайып қойды. Көздері әр детальды іздеп жатыр. Сен кім едің? Деді ол сыбырлап. Кенет оның көзі бір суретке түсті. Сол күз. Сол саябақ. Аяулым және жанында бір жігіт. Бірақ оның жүзі анық емес еді. Бұл мүмкін емес. Ол бұл суретті 100 рет көрген. Бірақ ешқашан бұлай болмаған. Жоқ, бұл қалай? Деді ол абдырап. Ол дереу телефонды алып, галереяны ашты. Сол күнгі барлық суреттерді қарап шықты. Барлығында бір нәрсе ортақ. Жігіт бар. Бірақ жүзі көмескі. Тіпті видеода да. Даусы бар. Сөздері бар. Бірақ бейнесі жоқ. Аяулымның жүрегі қатты соғып кетті. Бұл мүмкін емес, деді ол даусы дірілдеп. Кенет телефонда бір хабарлама пайда болды. Бейтаныс нөмір. Сен ақырында байқай бастадың. Аяулымның тынысы тарылды. Ол дереу жазды. Сен кімсің? Жауап бірден келді. Мен сені ұмытқан жоқпын. Ал сен мені өшіріп тастағансың. Аяулымның қолынан телефон түсіп кете жаздады. Мен өшірдім бе? Сол сәтте оның басы айналып кеткендей болды. Көз алдына бір көрініс келді. Сол күн. Қоштасу. Жылаған өзі. Және мен сені ұмытқым келеді деген өз даусы. Аяулым кенет көзін ашты. Жүрегі дүрсілдеп тұр. Жоқ, мен ондай айттым ба? Телефон тағы да жарық берді. Соңғы хабарлама. Егер бәрін білгің келсе, ертең сол жерге кел. Аяулым үнсіз қалды. Енді бұл жай махаббат емес. Бұл құпия. Және ол құпияның ішінде өзі де бар. Түн ұзақ өтті. Аяулым көз іле алмады. Телефондағы бір ғана хабар оның ойын мың рет өзгертіп жіберді. Ертең сол жерге кел. Бару керек пе? Әлде бәрін ұмытып, бұрынғыдай өмір сүре беру керек пе? Бірақ бұрынғыдай деген өмір енді жоқ еді. Өйткені ол енді шындықтың бар екенін сезді. Таң атты. Аспан ашық. Кеше ғана жаңбыр жауған қала бүгін тым тыныш көрінді. Аяулым айна алдында тұр. Өзіне ұзақ қарады. Егер бармасам өмір бойы білмей өтем, деді ол сыбырлап. Ал барсам бәрі өзгеруі мүмкін. Ол көзін жұмды. Жүрегін тыңдады. Жауап біреу ғана болды. Сол орын. Сол орындық. Бірақ бүгін бәрі басқаша сезілді. Ауада ауыр сияқты. Уақыт баяу жүріп жатқандай. Сен келдің деген дауыс артынан естілді. Аяулым баяу бұрылды. Сол жігіт. Кеше көргендей анық. Бірақ бүгін оның көзінде бір шындық бар еді. Мен жауап алуға келдім, деді аяулым, бәрін айт. Жігіт оған біраз үнсіз қарап тұрды. Сосын баяу сөйледі. Бір жыл бұрын сен мені ұмытуға шешім қабылдадың. Бұл мүмкін емес, деді аяулым бірден. Мүмкін, деді ол. Сен өзің сұрадың. Аяулым абдырап қалды. Кімнен? Жігіт бір сәт үнсіз қалды. Сосын, адамдар бәрін ұмыта алмайды. Сол үшін кейбір естеліктерді өшіруге мүмкіндік беретін жүйе бар. Аяулымның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Қандай жүйе? Естеліктерді өшіру орталығы, деді ол тыныш. Сен сол жерге бардың. Аяулым артқа бір қадам шегінді. Жоқ, мен ондай жасамаймын. Жігіт қалтасынан тағы бір зат шығарды. Бұл жолы кішкентай карта. Ақ түсті. Үстінде жазу бар. Memory reset, соңғы мүмкіндік. Аяулым картаны көріп қатып қалды. Өйткені оның артында өзінің аты жазылған. Сен жылап тұрдың, деді жігіт жай ғана.
Мен оны ұмытуым керек, әйтпесе өмір сүре алмаймын дедің. Аяулымның көзінен жас ағып кетті. Ал сен, деді ол әрең. Жігіт алғаш рет көзін тайдырды. Мен қалдым. Қалай? Өйткені мен сені ұмытқым келмеді. Бұл сөз бәрінен ауыр тиді. Сонда сен ғана есіңде сақтадың ба бәрін? Иә, деді ол. Бірақ уақыт өткен сайын мен де жоғала бастадым. Аяулым демін ішіне тартып алды. Яғни, егер сен мені толық ұмытсаң, мен мүлде жоқ болам, деді ол. Үнсіздік. Ауыр. Терең. Енді не болады? Деді аяулым сыбырлап. Жігіт оған тік қарады. Енді сенің таңдауың бар. Қандай таңдау? Сен мені қайтадан есіңе түсіре аласың, деді ол. Бірақ онда барлық ауыр естеліктер де қайтып келеді. Ал егер ештеңе істемесең, мен бір жола жоғалам. Аяулым көзін жұмды. Жүрегі екіге бөлінгендей. Бірі тыныштық, бірі шынайы махаббат. Мен, деді ол. Бірақ сөзін аяқтай алмады. Аяулым көзін жұмып тұр. Жүрегі қатты соғып барады. Екі түрлі дауыс ішінен тартып жатқандай. Ұмыт, бәрі тыныш болады. Есіңе түсір. Бұл шынайы. Ол баяу көзін ашты. Жігіт әлі де қарсысында тұр. Бірақ оның бейнесі сәл көмескілене бастағандай. Сен жоғалып бара жатырсың ба? Деді аяулым қорқып. Жігіт әлсіз жымиып. Уақыт аз, аяулым. Бұл сөз шешімді тездетті. Жоқ, деді ол анық. Мен тағы да қашпаймын. Жігіт алғаш рет үмітпен қарады. Сен сенімдісің бе? Аяулым басын изеді. Ауыр болса да шындық керек. Бір сәт. Тыныштық. Сосын жігіт оның қолынан ұстап. Онда есіңе түсір, деді жай ғана. Сол сәтте бәрі өзгерді. Аяулымның көзі қарауытып кетті. Жер аяғының астынан сырғып кеткендей. Және естеліктер. Бірінен кейін бірі. Күз. Күн жылы. Аяулым күліп тұр. Жанында сол жігіт. Бұл жолы оның жүзі анық. Тірі. Жақын. Сен әрдайым осылай күлесің бе? Дейді ол. Тек сен жанымда болғанда, деп жауап береді аяулым. Көрініс өзгереді. Түн. Екеуі қала көшесінде жүр. Егер бір күні мен кетсем ше? Дейді жігіт кенет. Онда мен сені табам, дейді аяулым еш ойланбастан. Ал таба алмасаң, онда өзімді жоғалтам. Жігіт үндемейді. Бірақ оның көзінде бір қорқыныш бар еді. Тағы бір көрініс. Жаңбыр. Дәл сол күн. Қоштасу. Аяулым жылап тұр. Неге маған айтпадың? Деп айқайлайды ол. Мен сені қорғағым келді, дейді жігіт. Шындықтан ба? Әлде өзіңнен бе? Жігіт үнсіз. Бұл үнсіздік бәрін шешкендей болды. Мен бұлай өмір сүре алмаймын, деді аяулым көз жасымен. Әр күн күту, әр күн қорқу. Ол артқа шегінді. Мен сені ұмытқым келеді. Көрініс үзілді. Аяулым кенет көзін ашты. Тынысы тарылып кеткен. Көзінен жас тоқтар емес. Мен бәрін есіме түсірдім, деді ол сыбырлап. Жігіт оның алдында тұр. Бірақ әлсіз. Әлдеқайда әлсіз. Енді сен білесің, деді ол. Сен ауыр сыр жасырдың, деді аяулым. Жігіт үнсіз басын изеді. Бірақ сен кетпедің, деді ол түсінгендей. Сен мәжбүр болдың. Жігіт алғаш рет көзін жұмды. Иә. Аяулымның жүрегі тағы да ауырды. Бұл қандай шындық еді? Жігіт оған қарады. Бұл жолы соңғы күшпен тұрғандай. Егер мен айтсам, сен тағы да сол таңдаудың алдында қаласың. Аяулым көз жасын сүртті. Мен қашпаймын енді. Жігіт баяу жақындады. Онда тыңда. Ол бір сөз айтуға дайындалды. Бірақ сол сәтте оның бейнесі күрт бұлыңғырланып кетті. Жоқ, деді аяулым қорқып. Жоқ, жоғалма. Жігіт әрең сөйледі. Сен кешіктің. Және ол жоғала бастады. Аяулым жалғыз қалды. Бірақ бұл жолы ол бәрін есіне түсірді. Жоқ. Аяулым алға ұмтылды.
Бірақ қолы бос кеңістікті ғана ұстады. Жігіт жоқ. Тек бос орын. Тек тыныштық. Сол сәтте жүрегі ішінен үзіліп кеткендей болды. Сен мені тастап кетпейсің, деді ол сыбырлап. Бірақ бұл жолы ешкім жауап бермеді. Ол тізерлеп отыра кетті. Қолдары дірілдеп тұр. Көз жасы тоқтамайды. Мен кешікпедім, мен жай ғана қорықтым, деді ол. Сол кезде оның есіне бір сөз түсті. Егер ештеңе істемесең, мен бір жола жоғалам. Аяулым бірден басын көтерді. Жоқ, әлі кеш емес. Ол орнынан атып тұрып сөмкесін алды. Жүрегі енді басқа ырғақпен соғып тұр. Қорқыныш емес. Мақсат. Картадағы жазу көз алдында анық тұр. Егер мен ұмытқан болсам, демек қайтарада аламын, деді ол өзіне. Ол дереу такси шақырып, адреске қарады. Бір қарағанда жай ғана ғимарат. Қаланың шетінде. Ешқандай белгі жоқ. Ешқандай жарнама жоқ. Бірақ дәл сол жер. Көп ұзамай ол сол ғимараттың алдында тұрды. Сұр қабырға. Қара есік. Жүрегі тағы да қатты соға бастады. Бұл жерде бәрі басталды, деді ол сыбырлап. Ол есікті итерді. Іші тым тыныш. Тым таза. Ақ қабырғалар. Жарық тым суық. Сәлеметсіз бе деген дауыс шықты кенет. Аяулым жалт қарады. Ақ халат киген әйел тұр. Салқын жүз. Сізге көмектесе аламын ба? Аяулым бір сәт үнсіз қалды. Сосын, мен бір естелікті қайтарғым келеді, деді. Әйелдің көзі сәл өзгерді. Аты жөніңіз? Аяулым. Әйел компьютерге бірдеңе терді. Бірнеше секунд өтті. Сосын экранға қарап тұрып. Сіз толық өшіру жасағансыз, деді. Аяулымның жүрегі шым ете қалды. Қайтаруға болмай ма? Әйел сәл кідірді. Әдетте жоқ. Ал ерекше жағдайда ше? Әйел алғаш рет оған тік қарады. Неге сізге бұл соншалық маңызды? Аяулымның көзінен жас ақты. Өйткені мен бір адамды жоғалтып алдым. Адамды емес, естелікті, деді әйел салқын түрде. Жоқ, деді аяулым басын шайқап. Егер мен оны есіме түсірмесем, ол мүлде жоқ болады. Бір сәт үнсіздік орнады. Әйел терең дем алды. Бір ғана мүмкіндік бар, деді ол баяу. Бірақ не? Егер сіз бәрін қайтарсаңыз, сол ауыр сезімдер де, сол шешімге әкелген шындықта қайта келеді. Аяулым көзін жұмды. Бұл сөзді ол бұрында естіген. Бірақ бұл жолы ол дайын еді. Маған бәрі керек, деді ол нық. Әйел басын изеді. Онда соңғы рет сұраймын, сіз шынымен дайынсыз ба? Аяулым бір сәт ойланды. Жігіттің күлкісі. Оның көзі. Соңғы сөзі. Сен кешіктің. Жоқ, деді ол баяу. Бұл жолы кешікпеймін. Әйел есікті ашты. Онда ішке өтіңіз. Қараңғы бөлме. Ортада бір кресло. Қасында құрылғы. Бұл процесс ауыр болады, деді әйел. Аяулым креслоға отырды. Қолдары сәл дірілдейді. Бірақ көзінде сенім. Бастайық, деді ол. Қараңғы бөлме. Жарық тек құрылғыдан ғана түсіп тұр. Аяулым креслода отыр. Басындағы сенсорлар баяу жанып, құрылғы іске қосылды. Процесс басталды, деді әйелдің дауысы алыстан естілгендей. Сол сәтте аяулымның санасы қайтадан тереңге тартылды. Алғашында жарық. Сосын дауыс. Сен бәрін білуге дайынсың ба? Деген өз дауысы. Бұл сол күн. Естелікті өшіру алдындағы сәт. Аяулым орындықта отыр. Ал қарсында сол жігіт. Бұл жолы бәрі анық. Ештеңе көмеске емес. Егер мен айтсам, сен мені жек көріп кетуің мүмкін, дейді жігіт. Мен шындықты білгім келеді, дейді аяулым. Жігіт көзін төмен түсірді. Бірнеше секунд үнсіздік. Сосын, мен көп өмір сүрмеймін. Бұл сөз ауада қатып қалғандай болды. Не? Деді аяулым түсінбей. Дәрігерлер айтты, уақыт аз, деді ол жай ғана. Аяулымның көзінен жас бірден ағып кетті. Жоқ, бұл әзіл ғой. Мен де солай ойладым, деді ол күлімсіреп. Бірақ бұл шындық. Аяулым орнынан тұрып, оған жақындады. Онда біз бірге күресеміз.
Біз бәрін жасаймыз, деді ол. Жігіт басын шайқады. Мен сені осы жолға тартқым келмейді. Бұл менің таңдауым. Жоқ, деді ол қаттырақ. Мен сенің өміріңді ауыртқым келмейді. Аяулым үнсіз қалды. Жүрегі бөлініп кеткендей. Сонда сен жай ғана кетесің бе? Деді ол сыбырлап. Жігіт жауап бермеді. Бұл үнсіздік бәрінен ауыр болды. Келесі көрініс. Сол орталық. Ақ қабырғалар. Аяулым жылап отыр. Мен оны ұмытуым керек, дейді ол. Сен сенімдісің бе? Дейді қызметкер. Аяулым көз жасын сүртті. Егер мен ұмытпасам, мен өмір сүре алмаймын. Ал ол ше? Аяулым көзін жұмды. Бір сәт. Ол менсіз де өмір сүре алады. Бұл ең үлкен қателік еді. Көрініс үзілді. Аяулым кенет көзін ашты. Демі тарылып кеткен. Жүрегі ауыр. Көз жасы тоқтамайды. Ол ауырған, деді ол сыбырлап. Қасында тұрған әйел үнсіз. Ал мен оны жалғыз қалдырдым. Аяулымның дауысы сынып кетті. Мен оны қорғадым деп ойладым, бірақ. Ол басын ұстап еңкейіп кетті. Мен оны жоғалттым. Бөлмеде үнсіздік орнады. Бірақ бұл жолы. Аяулым бәрін білді. Нағыз шындықты. Енді не істейсіз? Деді әйел тыныш. Аяулым баяу басын көтерді. Көзінде жас. Бірақ ішінде бұрын болмаған шешім. Ол әлі толық жоғалған жоқ, деді ол. Егер сіз оны толық ұмытқан болсаңыз, мен енді ұмытпаймын. Деді аяулым қатты. Оның даусы бөлмені толтырды. Мен оны табам. Қай жерде болса да. Әйел оған ұзақ қарады. Кейде адамдарды сақтау үшін естелік жеткіліксіз. Аяулым түсінбегендей қарады. Онда не керек? Әйел жай ғана айтты. Уақыт. Бұл сөз жаңа қорқыныш әкелді. Қанша уақыт? Әйел жауап бермеді. Аяулым орнынан тұрды. Жүрегі енді бір нәрсені анық білді. Бұл соңғы мүмкіндік. Ол қайда? Деді ол. Әйел баяу. Егер ол әлі бар болса, сен оны сезесің. Аяулым бөлмеден жүгіріп шықты. Жүрегі қатты соғып тұр. Көз алдында тек бір бейне. Ол. Тек жоғалма, деді ол сыбырлап. Қала бұрынғыдай емес. Бәрі сол қалпы, көшелер, адамдар, көліктер. Бірақ аяулым үшін бәрі өзгерген. Өйткені ол енді уақытпен жарысып жүр. Егер ол әлі бар болса, сен оны сезесің. Осы сөз қайта-қайта ойында жаңғырады. Қалай сезем? Қайдан іздейм? Деді ол өз-өзіне. Бірақ жүрегі бір ғана бағытты көрсетіп тұрғандай. Сол саябақ. Сол орын. Бәрі басталған жер. Ол жүгіріп келді. Тынысы тарылған. Жүрегі кеудесінен шығып кетердей. Орындық бос. Жел ғана баяу соғып тұр. Жоқ, деді ол сыбырлап. Тағы кешіктім бе? Ол айналасына қарады. Ешкім жоқ. Бірақ кенет бір әлсіз сезім пайда болды. Жақын. Өте жақын. Сен осындасың, деді ол баяу. Ол көзін жұмды. Жүрегін тыңдады. Сол сәтте бір дыбыс. Өте әлсіз. Аяулым. Ол бірден көзін ашты. Сен? Деді ол. Бірақ ешкім көрінбейді. Тек ауа. Тек тыныштық. Қайдасың? Деді ол даусы дірілдеп. Сол дауыстағы естілді. Бұл жолы анықтау. Мен мұндамын. Аяулым айналасына қарады. Сосын орындықтың жанына баяу жақындады. Және ол көрді. Жігіт. Бірақ бұл жолы ол толық емес. Сәуле сияқты. Жартылай ғана. Көздері ғана анық. Сен, деді аяулым жылап. Сен жоғалып бара жатырсың. Жігіт әлсіз жымиып. Сен кешіккен жоқсың әлі. Аяулым тізерлеп отырып қалды. Мен бәрін білдім, деді ол. Сен ауырдың, сен мені қорғадың. Жігіт үнсіз тыңдады. Ал мен сені тастап кеттім. Жоқ, деді ол баяу. Сен өзіңді сақтағың келді. Бірақ мен сені жоғалттым. Әлі толық емес, деді жігіт.
Оның даусы әлсіреп барады. Тыңда, уақытым аз. Аяулым басын шайқады. Жоқ, бұл жолы мен сені жібермеймін. Ол қолын созды. Бірақ қолы тағы да бос кеңістіктен өтті. Жігіттің бейнесі дірілдеп кетті. Сен мені ұстай алмайсың, деді ол. Аяулымның көзінен жас тоқтамай. Онда не істеймін? Айтшы. Жігіт соңғы күшін жинап. Сен мені еске алу ғана емес, мені таңдау керексің. Мен сені таңдадым, деді аяулым бірден. Жоқ, толық емес. Аяулым түсінбей қарады. Қалай? Жігіттің көзі тереңдеп кетті. Егер сен мені таңдасаң, сен менің тағдырымды да қабылдайсың. Бұл сөз ауыр тиді. Яғни соңына дейін бірге болу. Үнсіздік. Ауыр. Шешуші. Бұл жол жеңіл емес, деді ол. Ауыр болады. Қорқынышты болады. Аяулым көзін жұмды. Жүрегі тағы да сол екі сезімнің арасында. Бірақ бұл жолы ол қашпады. Ол қорықпады. Ол жай ғана сүйді. Көзін ашты. Маған уақыт маңызды емес, деді ол тыныш. Маған сен маңыздысың. Жігіт алғаш рет шынайы жымиып. Онда мені жіберме. Оның бейнесі тағы да әлсірей бастады. Қалай? Деді аяулым айқайлап. Жігіт соңғы рет айтты. Ертең бәрі шешіледі. Және ол жоғалды. Аяулым жалғыз қалды. Бірақ бұл жолы оның ішінде қорқыныштан гөрі сенім көп еді. Ертең, деді ол сыбырлап. Түн тым ұзақ болды. Аяулым үйіне келсе де, жан дүниесі әлдеқайда алыс еді. Терезе алдында отыр. Қала шамдары жанып тұр. Бірақ ол ештеңе көріп отырған жоқ. Оның ойында тек бір сөз. Ертең не болады? Деді ол сыбырлап. Жауап жоқ. Тек жүрегі ғана біледі. Ол көзін жұмды. Көз алдына бірінен кейін бірі көріністер келді. Күліп тұрған өзі. Жанында ол. Сосын жылаған сәт. Қоштасу. Ұмытқысы келген күн. Және бүгінгі кездесу. Егер мен оны таңдасам, деді ол баяу, мен оның ауыр тағдырын да таңдаймын. Бұл жай махаббат емес. Бұл жауапкершілік. Бұл ауыр шешім. Таң атты. Аспан ашық. Бірақ аяулымның ішінде әлі де дауыл. Ол баяу орнынан тұрды. Айнаға қарады. Бүгін ол басқа. Бүгін ол қашпайтын адам. Сол ғимарат. Сол memory reset. Бұл жолы ол сенімді қадаммен кірді. Әйел оны күтіп тұрғандай. Сіз қайта келдіңіз, деді ол тыныш. Маған таңдау керек, деді аяулым. Әйел басын изеді. Иә, бүгін соңғы мүмкіндік. Қандай мүмкіндік? Әйел бір сәт үнсіз қалды. Сосын, бізде бір эксперимент бар, деді. Теория бойынша естелікті ғана емес, адамның өзінде сақтауға болады. Аяулымның жүрегі дүрсілдеп кетті. Қалай? Бірақ оның бағасы бар. Қандай баға? Әйел оған тік қарады. Егер сен оны толық қайтарғың келсе, сен өз өміріңнің бір бөлігін бересің. Үнсіздік. Ауыр. Терең. Қанша? Белгісіз, деді әйел. Мүмкін жылдар, мүмкін одан да көп. Аяулымның тынысы баяулады. Яғни мен өз өмірімді қысқартам. Иә. Ал ол толық қайтып келеді. Аяулым көзін жұмды. Бұл ең ауыр таңдау. Бір жағында ұзақ, тыныш өмір. Екінші жағында қысқа, бірақ шынайы махаббат. Егер мен бас тартсам, онда ол толық жоғалады, деді әйел. Бұл сөз бәрін шешкендей болды. Аяулым баяу көзін ашты. Көзінде жас. Бірақ бұл жолы қорқыныш жоқ. Мен дайынмын, деді ол. Әйел сәл таңғалғандай болды. Сіз ойланғыңыз келмей ме? Мен бір рет ойланбай, оны жоғалттым, деді аяулым. Бұл жолы жүрегімді тыңдаймын. Әйел баяу басын изеді. Онда бастаймыз. Қараңғы бөлме. Сол кресло. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша. Бұл тек естелік емес. Бұл тағдыр. Соңғы рет сұраймын, деді әйел.
Сіз сенімдісіз бе? Аяулым көзін жұмды. Жігіттің дауысы есіне түсті. Мені таңда. Ол баяу күлімсіреді. Мен әлдеқашан таңдадым. Құрылғы іске қосылды. Жарық күшейді. Жүрек соғысы жылдамдады. Және бәрі жоғала бастады. Жарық. Өте күшті жарық. Аяулымның көзі қарауытып, бәрі араласып кетті. Дыбыстар алыстап барады. Жүрек соғысы соңғы рет қатты соғады. Сосын тыныштық. Ол көзін ашты. Бөлме басқа. Ақ емес. Жылы. Терезеден күн сәулесі түсіп тұр. Мен қайдамын? Деді ол әлсіз дауыспен. Ешкім жоқ. Бірақ бір нәрсе өзгерген. Ауа. Сезім. Жүрек. Ол орнынан тұрды. Аяқтары әлсіз, бірақ жүріп келеді. Есікті ашты. Сыртта саябақ. Сол саябақ. Сол орындық. Аяулым бірден тоқтады. Бұл қалай? Деді ол. Және сол сәтте ол оны көрді. Орындықта отыр. Жай ғана. Тірі. Толық. Анық. Сен, деді аяулым даусы дірілдеп. Жігіт басын көтерді. Бұл жолы оның бейнесі бұлыңғыр емес. Шынайы. Тірі. Бірақ оның көзінде бір түсінбеушілік бар. Сіз мені білесіз бе? Деді ол баяу. Бұл сөз аяулымға найзағайдай тиді. Қалай ұмытып қалдың? Деді ол сыбырлап. Жігіт қабағын түйді. Мен сізді бірінші рет көріп тұрмын. Үнсіздік. Аяулым артқа шегінді. Жоқ, бұл мүмкін емес. Ол қайта жақындады. Сен мені білесің ғой. Жігіт жай ғана басын шайқады. Кешіріңіз, мен сізді танымаймын. Сол сәтте бәрі құлады. Барлық естелік. Барлық күрес. Барлық құрбандық. Мен, деді аяулым, мен бәрін бердім ғой. Даусы сынып кетті. Жігіт оған қарап тұр. Бірақ ішінде ешқандай таныстық жоқ. Аяулым қолын жүрегіне қойды. Мен сені қайтардым, деді ол сыбырлап. Бірақ сен мені ұмыттың. Көзінен жас ақты. Бірақ бұл жылау өкініш емес. Бұл түсіну. Сол сәтте артынан дауыс естілді. Естелік толық қайтарылды, бірақ байланыс қайтарылған жоқ. Аяулым бұрылды. Сол әйел. Неге? Деді аяулым. Әйел тыныш жауап берді. Біз сізге ескерткенбіз. Сіз естелікті қайтардыңыз, бірақ адамның сезімін емес. Сонда мен не үшін күрестім? Әйел оған ұзақ қарады. Сіз махаббатты сақтадыңыз, бірақ иесін емес. Үнсіздік. Жігіт орнынан тұрды. Мен сізді бір жерден таныс сияқты сеземін, деді ол ақырын. Аяулым оған қарады. Көзінде жас. Бірақ үміттің кішкентай ұшқыны бар. Бұл жеткілікті ме? Деді ол сыбырлап өзіне. Жігіт аз ғана жымиды. Бір нәрсе жүрегінде ауыр сияқты. Аяулым бір қадам жақындады. Бұл бастама ғана, деді ол жай ғана. Жігіт үндемеді. Бірақ алғаш рет ол тоқтап қалды. Күн баяу батты. Саябақ бұрынғыдай тыныш. Бірақ бұл тыныштық енді бос емес, бірдеңемен толған. Жігіт орындықтың жанында тұр. Қолдарын қалтасына салып алған. Бірақ көзі тыныш емес. Неге мен сізді таныс сияқты сеземін? Деді ол тағы да. Бұл жолы оның даусында сенімсіздік емес, қызығушылық бар. Аяулым оған қарап тұр. Ол енді жыламайды. Бірақ ішкі әлемі әлі де дірілдеуде. Кейде жүрек ұмыта алмайды, деді ол жай ғана. Жігіт қабағын түйді. Бірақ миым сізді танымайды. Ми емес, деді аяулым, жүрек таниды. Үнсіздік орнады. Жел баяу соғып тұр. Жігіт бірнеше секунд үнсіз қалды. Сосын баяу отырды. Мен бір нәрсені түсінбеймін, деді ол. Неге сіз маған соншалықты ауыр қарайсыз? Бұл сұрақ аяулымды ішінен сілкіп өтті. Өйткені мен сені жоғалттым, деді ол шындықты жасырмай. Жігіт сәл күлімсіреді. Бірақ біз жаңа таныс секілдіміз ғой. Бұл сөз аяулымның жүрегін ауыртты. Бірақ дәл сол сәтте бір нәрсе өзгерді. Жігіт кеудесін ұстады.
Bir түрлі деді ол. Бұл жерде бір ауыр сезім бар. Ол жүрегін көрсетеді. Дәл осында. Аяулым жақындай түсті. Сен сезіп тұрсың. Иә, деді ол таңырқап. Бірақ түсінбеймін. Аяулым көзін жұмды. Бұл мен. Жігіт оған қарады. Сіз? Сенің жүрегің мені ұмыта алмай тұр, деді ол баяу. Жігіт тынышталып қалды. Ол алғаш рет шын тоқтады. Ештеңе сұрамай. Ештеңе қарсыласпай. Егер біз бұрын таныс болсақ не болды? Деді ол ақырын. Аяулым жауап бермеді. Өйткені шындықты айту бәрін қайтадан бұзатын еді. Бірақ дәл сол сәтте жігіттің телефоны шыр етті. Экранда бір белгісіз хабарлама. Оны тыңдама. Бұл сезім қауіпті. Жігіт бірден басын көтерді. Бұл не? Аяулымда көрді. Жүрегі суып кетті. Олар әлі де бар, деді ол сыбырлап. Кім олар? Деді жігіт. Аяулым ұзақ қарады. Сосын, естелікті өшіретіндер емес, сезімді өшіретіндер. Жігіт артқа шегінді. Мен бұған қатысқанмын ба? Бұл сұрақ бәрін өзгертті. Аяулым көзін жұмды. Иә, бірақ сен оны білмейсің. Жігіт тыныш қалды. Ішінде бір соғыс басталды. Егер мен сені ұмытып қалсам, бұл кездейсоқ емес пе? Аяулым басын шайқады. Жоқ. Онда не? Аяулым оған қарады. Бұл қайта бастау. Үнсіздік. Жігіт алғаш рет қорыққандай болды. Бірақ бұл қорқыныш сырттан емес, іштен келген. Егер мен сені қайтадан танитын болсам, деді ол баяу, бұл қауіпті ме? Аяулым жақындады. Иә. Бірақ мен бәрібір сеземін. Бұл сөз бәрін тоқтатты. Түн қайтадан түсті. Бірақ бұл жолы түн тыныш емес еді. Ауыр. Қысым бар сияқты. Жігіт телефонын қайта-қайта қарап тұр. Сол хабарлама. Оны тыңдама. Бұл сезім қауіпті. Бұл кім? Деді ол ақырын. Аяулым жауап бермеді. Өйткені ол бұл сұрақтың жауабын білетін. Бірақ айтуға дайын емес еді. Сен бірдеңені жасырып тұрсың, деді жігіт. Аяулым оған қарады. Егер мен айтсам, сен қайтадан жоғалуың мүмкін. Жігіт жақындады. Мен қазірде бір нәрсені жоғалтып тұрғандаймын. Бұл сөз тоқтатты. Аяулым ұзақ тыныштықтан кейін. Олар сені қайта өшіруге тырысып жатыр, деді. Олар деген кім? Аяулым баяу жауап берді. Сол орталық емес, одан жоғары жүйе. Жігіт қабағын түйді. Мен не істегенмін сонша? Аяулым көзін төмен түсірді. Сен жай адам емес едің. Үнсіздік. Сен эксперименттің ішінде болғансың, деді ол. Жігіт күліп жіберді. Мен қарапайым адаммын. Аяулым басын шайқады. Жоқ, сен естеліктерді сақтау технологиясын жасағандардың бірісің. Бұл сөз ауаны өзгертті. Жігіт үнсіз қалды. Бұл мүмкін емес, деді ол ақырын. Сен өзіңді қорғау үшін өзіңді өшіргенсің. Жігіт артқа бір қадам шегінді. Мен неге өзімді өшіремін? Аяулым оған тік қарады. Өйткені сен бір нәрсені жасырғансың. Нені? Аяулым тыныс алды. Махаббатты мәңгі сақтау мүмкіндігін. Үнсіздік. Жігіттің басы ауырып кеткендей болды. Жоқ, мен ештеңе есімде жоқ. Аяулым жақындады. Өйткені сенің естелігің әдейі бөлінген. Сол сәтте жігіттің көзінде бір жарқ ете қалды. Бір нәрсе есіме түсіп жатыр, деді ол. Ол кеудесін ұстады. Қараңғы бөлме, кодтар және сен. Аяулым тынысын ұстап қалды. Мен бе? Жігіт басын изеді. Сен мені тоқтатпақ болғансың. Үнсіздік. Мен сені сақтап қалғым келді, деді аяулым. Жігіт оған қарады. Ал мен өзімді жойыппын. Бұл шындық екеуінде шайқады. Сол сәтте жарық сөнді. 1 секунд. 2 секунд. Сосын есік сыртынан дыбыс. Олар келді, деді аяулым сыбырлап. Жігіт бірден оған қарады. Кімдер? Аяулым жауап берді. Мені сені қайта жоғалтқызатындар. Есікте металл дыбыс.
Жүгіру керек деді ол. Жігіт бір сәтке тоқтады. Мен қашып жүре берем бе? Аяулым оған жақындады. Бұл қашу емес. Бұл қайта қосылу. Есік ашыла бастады. Есік тарс етіп ашылды. Металл дыбыс. Ауыр қадамдар. Олар кірді деді аяулым сыбырлап. Жігіт бір сәтке қатып қалды. Бірақ бұл жолы ол қорықпады. Керісінше ішінде бір нәрсе оянып жатқандай. Мен қашпаймын деді ол баяу. Аяулым оған бұрылды. Бұл қазір қашу емес. Бұл өмір сүру. Қараңғы дәлізден көлеңкелер көрінді. Ақ киім емес. Қара. Тым суық жүйе өкілдері. Оны ұстап алыңдар деген дауыс естілді. Сол сәтте жігіттің басы ауырып кетті. Тоқта деді ол басын ұстап. Аяулым оған жақындады. Қарама оларға. Жүр. Бірақ кеш болды. Жігіттің көз алдына бір жарқ етіп көрініс келді. Ақ бөлме. Мониторлар. Кодтар. Және. Аяулым. Мен бәрін білемін деді ол сыбырлап. Аяулым тоқтады. Не білесің? Жігіт көзін жұмды. Сен мені тоқтатпағансың. Ол көзін ашты. Сен мені қорғап қалғансың. Сол сәтте есіктен адамдар кірді. Қозғалмаңдар. Аяулым бірден жігіттің қолынан ұстап. Енді сен толық есіңде ме? Жігіт басын изеді. Иә. Онда қазір кетеміз. Бірақ ол қозғалған жоқ. Жоқ деді ол. Аяулым шошып кетті. Қалай жоқ? Жігіт оған тік қарады. Егер мен қазір кетсем бәрі қайта өшіріледі. Біз басқа жол табамыз. Деді аяулым. Жігіт басын шайқады. Бұл жолы мен қашпаймын. Сол сәтте бәрі баяулады. Оның есінде бәрі толық ашылды. Ол жүйені жасағандардың бірі. Бірақ кейін. Ол жүйенің қауіпті екенін түсініп өзін өшірген. Мен өзімді құрбан етіппін деді ол. Аяулым көзінен жас шықты. Мен сені сол үшін жоғалттым ба? Жігіт басын шайқады. Жоқ. Сен мені сақтап қалдың. Сол сәтте сырттағы дыбыс күшейді. Уақыт жоқ. Деді біреу. Жігіт бір қадам алға шықты. Мен барамын. Аяулым шошып кетті. Жоқ. Жігіт оған қарады. Тыңда. Ол оның қолын ұстайды. Егер мен кетсем мен толық өшпеймін. Қалай? Сен мені есіңде сақтайсың. Аяулым басын шайқады. Бұл жеткіліксіз. Жігіт күлімсіреді. Махаббат үшін жеткілікті. Сол сәтте ол алға жүрді. Және өзімен бірге бүкіл жүйенің назарын алып кетті. Кетпе. Деді аяулым. Бірақ есік жабылды. Тыныштық. Аяулым жалғыз қалды. Бірақ бұл жолы. Ол бос емес еді. Ол жүрегінде бір нәрсені анық сезді. Ол әлі жоғалған жоқ. Есік жабылды. Сыртта хаос. Ішінде тыныштық. Аяулым жалғыз қалды. Бірақ бұл тыныштық енді бос емес еді. Ол шешімге айналған тыныштық. Ол әлі бар деді ол сыбырлап. Жүрегі қатты соғып тұр. Бірақ қорқыныш жоқ. Тек бағыт бар. Ол бұрылып дәлізге қайта кірді. Ақ жарық. Су қабырғалар. Жүйенің жүрегі. Экрандар жанып тұр. Қызыл каттар. Қозғалыс. Қайта енуге рұқсат жоқ деген жазу пайда болды. Аяулым тоқтаған жоқ. Маған бәрібір деді ол. Ол алға жүрді. Сол кезде экранда бейне ашылды. Жігіт. Бірақ ол енді саябақта емес. Ол жүйенің орталығында. Аяулым деді ол экраннан. Ол тірі. Бірақ ұсталған. Сен бардың ба? Деді ол әлсіз күлімсіреп. Мен сені қалдыра алмаймын деді аяулым. Жігіт басын шайқады. Сен мұнда келмеуің керек еді. Мен сені жоғалту үшін келмедім деді ол. Жігіт бір сәт үнсіз қалды. Тыңда деді ол. Мен жүйенің ядросындамын. Аяулым көзін жұмды. Мен сені шығарамын. Жігіт басын шайқады. Жоқ. Неге? Жігіт оған тік қарады. Өйткені мен мұнда жүйені тоқтатып жатырмын.
Үнсіздік. Сен өзіңді құрбан етіп жатырсың ба? Деді аяулым. Жігіт күлімсіреді. Жоқ. Мен алғаш рет дұрыс нәрсе істеп жатырмын. Сол сәтте сигналдар күшейді. Уақыт аз, деді ол. Тыңда мені, деді аяулым. Ол экранға жақындады. Мен сені шығаруға көмектесемін. Жігіт басын шайқады. Бұл жолы сен емес, мен шешемін. Сосын ол ең маңызды сөзді айтты. Егер мен жүйені тоқтатсам, мен өшіп қалуым мүмкін. Аяулымның көзі кең ашылды. Жоқ. Жігіт оған қарады. Бірақ сен мені есіңде сақтайсың. Үнсіздік. Бұл жеткілікті ме? Деді ол. Аяулым бір қадам артқа шегінді. Сосын алға жүрді. Жоқ, деді ол анық. Мен сені жоғалтпаймын. Жігіт күлімсіреді. Онда маған көмектес. Сол сәтте аяулым экранға қолын қойды. Не істеймін? Жігіт жауап берді. Менің кодымды ұстап тұр. Жүйе жарқ ете бастады. Қызыл сигнал. Дабл. Процесс тоқтатылады деген дауыс шықты. Бірақ дәл сол сәтте жігіттің бейнесі дірілдей бастады. Мен кетіп бара жатырмын, деді ол. Аяулым айқайлады. Жоқ. Дабл. Қызыл жарық. Жүйе ыдырап бара жатыр. Бірақ сонымен бірге ол да жоғалып барады. Жігіттің бейнесі экранда дірілдеп тұр. Мен сені көріп тұрмын, деді ол әлсіз дауыспен. Аяулым қолын экраннан алмай тұр. Жоқ, сен кетпейсің. Жігіт жымиып тұр. Бірақ бұл күлкіде ауырлық бар. Мен қазір таңдауымды жасап жатырмын. Қандай таңдау? Деді аяулым. Жігіт терең дем алды. Немесе мен қаламын және жүйе қайта іске қосылады. Немесе мен жоғаламын және бәрі тоқтайды. Аяулым басын шайқады. Бұл әділ емес. Жігіт оған тік қарады. Кейде махаббат әділ болмайды. Сол сәтте жүйе қатты шайқалды. Экрандар жарқылдай бастады. Ядро өшіріледі деген дауыс естілді. Жігіттің бейнесі одан сайын әлсірей бастады. Мен кетіп бара жатырмын, деді ол тыныш. Аяулым көз жасын тоқтата алмады. Мен сені қайта таптым ғой, енді қалай жоғалтам? Жігіт күлімсіреді. Сен мені жоғалтпайсың. Қалай? Жігіт баяу айтты. Мен сенің ішіңдемін. Сол сәтте жүйе жарылды. Жарық. Үнсіздік. Бәрі тоқтады. Аяулым көзін ашты. Бөлме тыныш. Экрандар сөнген. Сен қайдасың? Деді ол сыбырлап. Жауап жоқ. Ол жалғыз. Бірақ кеудесінде бір жылулық бар. Ол қолын жүрегіне қойды. Және сол сәтте бір таныс сезім пайда болды. Мен сені жоғалтпадым, деді ол. Сен осындасың. Бірнеше күн өтті. Жүйе толық жабылды. Естеліктер енді өшірілмейді. Бірақ бір нәрсе өзгерді. Аяулым саябаққа қайта келді. Орындық. Жел. Күн. Ол отырды. Егер сен осында болсаң, деді ол сыбырлап, жауап берме. Үнсіздік. Бірақ жүрегінде жауап бар еді. Кенет жанында бір бала келіп отырды. Бейтаныс. Бірақ көзінде бір жылы таныстық бар. Бос па? Деді ол күлімсіреп. Аяулым оған қарады. Ұзақ. Және баяу жымиды. Иә. Камера алыстайды. Жел соғады. Қала тыныс алады. Ал жүректер қайтадан бір-бірін таниды. Аяқталды.